Қаржылық сауаттылық курсының 3-ші модуліне қош келдіңіз. Бұл модульде біз қаржының жоспарлауына назар аударамыз. Қаржылық жоспарлау қаржыны тиімді басқару және мақсаттарымызға жету үшін маңызды. Бұл модуль сізге отбасылық бюджет құру және шығындарды бақылау үшін қажетті білім мен құралдарды ұсынады. Бұл курстың негізгі мақсаты мигранттар мен олардың отбасыларының қаржылық сауаттылық арқылы мүмкіндіктерін кеңейту. Қаржылық ұғымдарды түсіну және жоспарлау арқылы қаржы қызметтерін кеңінен пайдаланып, өмір сапасын тұрақты түрде жақсарта алады. Бұл курс сізге отбасылық бюджет құруға және саналы қаржылық шешімдер қабылдауға көмектеседі. Бүгінгі күн тәртібінде бірнеше маңызды тақырыптар бар. Қаржылық жоспарлау. Мақсаттарыңызға жету үшін қаржылық жоспарды қалай құру керек екендігін талқылаймыз. Отбасылық бюджет. Отбасыңыздың кірісі мен шығындарын есептеуге үйренесіз. Кіріс пен шығындар. Қаржыңызды тиімді басқаруға көмектесетін практикалық жаттығуларды орындаймыз. Бұл модульдің мақсаты қаржылық жоспарлау. Оның ішінде отбасылық бюджетті есептеу әдістерін түсіндіру. Модуль соңында сіз отбасыңыздың бюджетін есептеп, қаржылық жағдайыңызды тиімді басқаруды үйренесіз. Бұл модульде неліктен қаржылық жоспарлау қажет деген сұраққа жауап береміз. Сонымен қатар, отбасылық бюджет пен кіріс пен шығыстарды қарастырамыз. Қаржылық жоспарлау отбасылық бюджетті дұрыс есептеуді қамтиды. Бюджет – бұл сіздің кіріс пен шығындарыңыздың есебі. Бюджет құру арқылы сіз қаржыңызды тиімді басқарып, қажеттіліктеріңізді қамтамасыз етіп, мақсаттарыңызға жете аласыз. Қаржылық жоспарлаудың маңызы бар. Ол сіздің мақсаттарыңызға жету үшін айқын жоспар құруға, шығындарыңызды бақылап, қажетсіз қаржылық ысырыптан сақтайды. Қаржылық тәртіпті нығайтып, үнемдеуге және дұрыс инвестиция жасауға ықпал етеді. Отбасылық бюджетке қосуға болатын түрлі кіріс сөздері бар. Мысалы ретінде жалақы 94 000 теңге. Балаларға арналған жәрдемақы 9400 теңге. Зейнетақы 61 100 теңге. Студент стипендиясы 14 100 теңге. Депозиттен түскен пайыздар 4700 теңге. Пәтерді жалға беруден түскен табыс 14 100 теңге. Басқа табыстар 14 100 теңге. Жалпы сомасы 197 400 теңге. Ай сайынғы кірістердің тізімін жасаңыз. Бұл практикалық жаттығуда отбасыңыздың ай сайынғы кірісін тізімдеу қажет. Барлық кіріс көздерін, соның ішінде жалақы, жәрдемақылар, зейнетақы, стипендия, депозиттік пайыздар, жалдамалы табыс және басқа да кірістерді қосыңыз. Бұл сіздің жалпы айлық табысыңызды түсініп, бюджетіңізді жоспарлауға көмектеседі. Келесі қадам – отбасылық бюджетке қосу қажет шығындарды қарастыру. Ай сайынғы шығындардың мысалдары. Тұрғын үй шығындары, ипотека, жалға алу 47 000 теңге, электр жарығы 9 400 теңге, газ 4 700 теңге, су 4 700 теңге, телефон 4 700 теңге, интернет 4 700 теңге, үйге қажетті заттар 4 700 теңге. Жеке қажеттіліктер, киім-кешек 9400 теңге, азық-түлік 47 000 теңге, бала қарау төлемі 9400 теңге, студенттік несие 9400 теңге, шаштараз, сұлулық салондары 2350 теңге, медициналық қызметтер 2350 теңге. Жалпы шығындары 166 850 теңге. Ай сайынғы шығындарыңызды тізімдеңіз. Бұл практикалық жаттығуды отбасыңыздың ай сайынғы шығындарын тізімдеу қажет. Барлық қажетті шығындарды, соның ішінде тұрғын үй, коммуналдық қызметтер, азық-түлік, киім-кешек, медициналық қызметтер және басқа да шығындарды қосыңыз. Бұл сіздің жалпы айлық шығындарыңызды түсініп, бюджетіңізді тиімді басқаруға көмектеседі. Енді ай сайынғы отбасы бюджетін қорытындылайық. Жалпы кіріс пен шығынды есептеп, таза балансты анықтаңыз. Мысалы, жалпы кіріс 197 400 теңге, жалпы шығындар 166 850 теңге, таза баланс 30 550 теңге. Алайда нақты шығындар 169 200 теңге болуы мүмкін. Бұл 2350 теңге айырмашылықтан туындырады. Бұл өз кезегінде үнемдеуге әсер етеді. Ол сіздің шығындарыңызға байланысты өзгереді. Үнемделген қаражатты банк шотына салуға, білім қорына немесе болашақ қажеттіліктерге жұмсауға болады. Айлық бюджетіңіздің балансын есептеңіз. Бұл практикалық жаттығуда ай сайынғы бюджетіңіздің балансын есептеу қажет. Жалпы шығындарыңызды кірістеріңізден шегеріп, таза балансты анықтаңыз. Бұл сіздің артықшылықта немесе тапшылықта екендігіңізді түсінуге және бюджетті реттеуге септігін тигізеді.
Қаржылық жоспарлау қаржыны басқарудың айқын жолдарын картасын ұсынып, мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Ай сайынғы отбасы бюджетін есептеу және барлық шығындарды қадағалау арқылы сіз қаржылық жағдайыңыздың бақылауды ұстап, қажетсіз шығындардан аулақ бола аласыз. Бұл үнемдеуге және дұрыс инвестиция жасауға көмектеседі. Қаржылық тұрақтылық пен табысқа жетуге ықпал етеді. Келесі сессияда салық салу, тәуекелдерді басқару, алаяқтық және ақша аударымдары сияқты қаржылық ұғымдарды талқылаймыз. Қосымша ақпарат алу үшін бізбен бірге болыңыз. Бұл ұғымдарды түсіну, саналы қаржылық шешімдер қабылдау және қаржыңызды қорғауда маңызы зор.